Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге кешкі асқа лағманды қалай дәмді етіп жасауды және де қамырын созуды қысқаша көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен көкөністерімізді жуып тазалап, барлығын осылай майдалап 4-1 етіп кесіп турап дайындап қоямыз. Одан соң тұзды суымызды дайындап, хренімізді бір үлкен хреннің жартысын қосамыз. Тұзды суға саламыз. Тұзды су құрамындағы қышқылдығын өзі тартып алады. Сосын осындай лағманға жанды қоссаңыздар, дәмі өте керемет болып шығады. Енді қызып тұрған майымызға етімізді ең алдымен қуырып аламыз. Мінекей, әбден осылай қуырып болғаннан кейін үстіне пиязымызды қосамыз. Пиязымыз бен етімізді пиязымыз сарғайғанша қуырып аламыз. 5-6 минуттай қуырып болғаннан кейін хрен мен сәбізімізді қосамыз. Көкөністеріңізді майдалап тураңыздар, сонда әдемі болып шығады. Қуырып болғаннан кейін үстіне 5 минуттай қуырамыз, одан соң үстіне картопымызды саламыз. Одан соң осында жандомызды салып, тағы да 1-2-3 минут қуырып аламыз. Одан соң үстіне 1 ас қасық томат пастасын қосып араластырып аламыз. Бұл жерде видеоға түспей қапты. Одан соң 1 ас қасық соя соусын қосып тағы да араластырамыз да үстіне суымызды құямыз, салқын су құямыз. Бетін сәл жауып тұратындай етіп су құямыз. Асты қайнағаннан кейін жай қойып, осындай қытайлық кристалл тұзын қосамыз. Одан соң кез келген приправа немесе лағманның приправасын қоссаңыздар болады. Бетін жауып қоямыз. Енді қамыр мен жай ғана тұзды суға қатты етіп иледім. Тұзы бірақ көп болып кетпесін. Егер де тұзы көп болып кеткен жағдайда қамырларыңыз сынғыш болып келеді. Дәмі шығатындай етіп тұз қосамыз. Жұмыртқа ешнәрсе керек емес. 1 пиала суға 1 шай қасық тұз қосып қатылау етіп иледім. Одан соң осылай майымызды дастарханымызға жағып, осылай қолымызбен созып аламыз да алдын ала леге немесе ыдыстарыңызға астына май жағуды ұмытпаңыздар. Осылай қамырларымызды орап демалдырып қоямыз. Демалып болғаннан кейін қайтадан осылай созамыз қолымызбен. Міндетті түрде сәл май жағып жіберіп созыңыздар. Және де осылай тағы да үстіне майлап қоямыз да сәлден соң тағы да осылай қолымызбен созамыз қамырларымызды. Осылай созамыз, жіңішке болғанша созамыз. Одан соң қолымызға осылай видеодағыдай орап аламыз да 2-3 рет соққылап жібереміз. Сонда қамырларыңыз жіңішкеретін болады. Мінекей, енді суға міндетті түрде тұз қосуды ұмытпаңыздар. Қамырымызды пісіріп аламыз. Қайнап тұрған суға қосамыз, бетін жауып қоямыз. Одан кейін су қайнағаннан кейін бетін ашып тағы 1-2 минуттан кейін сүзіп аламыз. Мінекей, қамырымыз дайын болды. Барлықтарыңыз жасап көріңіздер. Ұнайды деген ойдамын. Өте дәмді болып шығады. Дәл осылай жасайтын болсаңыздар, отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Барлықтарыңызға ас болсын. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.